Құрметті тыңдармандар, бұл Тілек подкаст каналы дін, ғылым, дәстүр форматында ашылған. Бүгін біз жастар, қазақ дәстүрі, ғылым мен діннің байланысы туралы талқылаймыз. Мақсатымыз біреуді жеңу емес, ой салу, ақиқатты зерттеу. Біз сұрақ қоямыз, ұстаз жауап береді. Ал сіз тыңдаушы ретінде өз қорытындыңызды жасайсыздар. Бүгін бізбен бірге дін, тарих, ғылым және қоғам мәселелерін зерттеп жүрген ұстаз Дарын Мұбаров. Ұстаз, өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Енді көбінесе біз дін саласында ғой, сол танымал болғанбыз. Әйтпесе біз қарапайым шаруалар болды. Мектепте мұғалімдік қызмет, имамдық қызмет, одан кейін халықаралық қайырымдылық қор болған Халифа Алтай фонды. Сода біраз жыл жұмыс істедік. Ал енді қазір жай ғана медиатор ретінде, осы дінтанушы ретінде танып қалдық. Бір артық ештеңкеміз жоқ. Қазір көптен бері қоғамда талқыланып жүрген күрделі сұрақтарға бүгін нақты дәлелді жауап іздейміз. Ұстаз, тағы да қош келдіңіз. Онда бірінші сұрақтан бастайық. Дін қашан пайда болды? Енді дін, бұған біз екі түсіндірме бар негізі. Жалпы қоғамда екі түсіндірме бар. Соны екеуінде айтып кетейікші. Енді мен дін маманы ретінде оны діни ғана жауапты берсем болады. Бірақ бұл жерде жаңағындай тыңдаушылар бұл таза бір дінді намазхандарға арналмаған шығар деп ойлаймын. Сондықтан маған жалпы таным ретінде беріп кетейік. Бұған екі түсіндірме бар. Біріншісі кәдімгі былай зайырлы қоғамның деп айтсақ болады, болмаса дінді толық мойындамайтын көзқарастағы кісілердің түсіндірмелері, оны ғылыми түсіндірме деп қояды дінге, одан кейін діни түсіндірме деп айтады. Бірінші ғылыми түсіндірме деп келейік. Ғылыми дегенде бұл енді кәдімгі зайырлы ғылымдар деп атар, дінге қатысы жоқ. Олардың ұғымдар бойынша дін ол кейін пайда болған. Адам өмірінде кейін пайда болған деп есептейді. Олар тіпті өздерінің кітаптарында мына кеңес өкіметінде, біз енді сол кеңес өкіметінде сәл өмір сүргеннен кейін сол кезде кітаптардың әдебиетінен біраз мағлұматтар алып қалған едік. Кеңес өкіметі өзі атеизм үстіне құрылған, яғни Құдайды мойындамау деген сияқты. Құдайды жоққа шығару, олар енді кәдімгі дүние ғылымның қатты мән берген. Сонда олардың түсініктері бойынша мына адамды неден шықты деп есептейді? Олар енді жануардан шықты дейді ғой, маймылдан шықты деп есептейді олардың. Жаңа дарвинизм теориясы бойынша бәріміз оны мектепте оқыдық, қазір де сондай шығар деп ойлаймын. Енді біздің кезімізден қатты өзгеріс болған жоқ. Біздер сол өткен кезімізде жаңағы маймылдар қалай болғанын, енді маймылға дейін өзінің этаптары бар, одан кейін маймыл болғаннан кейін, одан кейін барып араңғай питекантроп, синантроп деген сияқты, неандерталец деген сияқты осындай атаулармен келеді. Олар не деп істейді? Осы адамның дейді әлі жануар кейпінен толық ажырамаған тұстарында қоғамда дін болған жоқ дейді. Яғни жануар кейпінде болған кезде олардың айту бойынша. Осы жерде олар бәрі бір ауыздан келіседі. Олардың ұғымдары бойынша енді. Одан кейін енді адам кейпін ала бастаған кезде, олар қоғамдасы өмір сүру деген кезде дін сол кезде пайда болды дейді. Және олардың түсіндірмесі бойынша діннің бір аспаннан түсті деген негізі жоқ дейді. Дін өзі сол адамдар қоғамдасы өмір сүргеннен кейін араларында байланыстарға байланысты, одан кейін жаңағы табиғи құбылыстарды түсінбеуге байланысты найзағай бар, жердің сілкінгені бар, судың тасқаны бар деген сияқты, желдің қатты тұрғаны бар. Осыларға байланысты өздерінше түсіндірме беріп, аспанның құдайы, жердің құдайы деген нәрсе пайда болды деп олар түсіндірме беруге тырысады ол жерде. Яғни адам әлі маймыл санатынан шықпаған кезде дін болмады дейді. Кәдімгі жануарларда дін көрінбейтін сияқты. Ал енді адам санаты кеткен кезде сол кезде алғаш діннің негіздері қалыптасты дейді. Сөйтіп олар болмаса және түсіндірмелер бар, діннің пайда болуы дейді. Бұл үстем таптың адамдар саны көбейгеннен кейін, біреулер енді басшы болады, біреу қосшы болады деген сияқты, үстем таптың қол астындағыларын бағындыру үшін ойлап тапқан құралдары деп түсіндірме берген. Олар енді көптеген түсіндірмелері жан-жақты болып кетеді, бірақ біз оны айта кеткен жөн көріп отырмыз. Ал енді кейбіреулер бойынша үстем тап қатты күшейгеннен кейін керісінше езілген тап. Езілген таптың дейді өзі ойлап тапқан жұбату құралы деп есептеген кейбіреулер дінді. Ал енді кейбіреулер бойынша дін дегеніміз оның да өзінің эволюциясы бар деп есептейді. Жаңағыдай келе-келе түрлі өздерін қалыптастырды деген сияқты. Ал кейбір ұғымдар бойынша дін дегеніміз ол, былай айтқанда, ол да бір сауда-саттықтың түрі деген сияқты.
адамдар енді әр нәрсені сауда салады. Біз көбінесе заттарды, ұнды, бидайды, тасты, кірпішті, киімді, алтынды, күмісті деген сияқты. Сол сияқты адамдардың сезімдерін саудаға салғандардың ойлап тапқан тәсілі деп есептейді. Адамның қорқынышы, адамның үрейі, махаббаты деген сияқты соны өздерінше бір арнаға салып, сол арқылы олар өзінше ұйым құрып, сонымен ақша табу көздерін айналдырған дейді. Бұл жаңағы кеңес өкіметіндегі Құдайды мойындамайтын адамдардың берген түсіндірмесі. Дін қайда болды дегенге алып келетін болатын болсақ. Онда олардың ұғымында дін аспаннан түспеген, дін адамдар айтқанда маймыл санатынан адам санатына өткен кезеңде түрлі қоғамдық жаңағы жағдайларға байланысты туындаған ұғым деп есептейді. Ал енді дінге діни көзқарастарға келетін болсақ, бұда адам мен дін екеуі қатар. Және оны аспаннан түсті деп есептейді. Дінге өзінің түсіндірмелері бар. Сол үшін ілгері кітаптар жаңағындай Аллахтан енді көптеген кітаптар түскен ғой. Соның соңғысы Құран кітабы болып есептелінеді. Ілгерге түскен Інжіл кітабына қарайтын болсақ та, жаңа Иса пайғамбарға берілген, болмаса Таурат кітаптарына қарайтын болсақ, ол негіздерге қарайтын болсақ, Мұса пайғамбарға берілген, болмаса біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған берген Құран кітабына қарайтын болатын болсақ, дін сонау адаммен бірге келе жатыр. Жер бетіндегі ең бірінші адам бұл адам маймыл болған жоқ. Маймыл өз алдына жануар күйінде болды, ал адам ол адам күйінде әуел бастан жаратылған. Сол адам жерге түскен кезде сол дінімен бірге түскен дейді. Оған байланысты Құранда өзі аяттар бар. Құлна биту минха жамиа. Аллах адам ата енді Хауанамен жәннатта өмір сүрген, өзінің оқиғасы бар ғой. Қатты созу қатты қажет емес деп ойлаймын. Дін адамдардың арасында бұл танымал оқиғаның бірі. Жерге түскен кезде белгілі себеппенен Аллах Тағала оларға айтқан: жерге түсіңдер, яғни адам, әйелі деген сияқты жаңағы одан кейін іблісі бар, жерге түсіңдер дейді. Кейін Аллах оларға айтады адамдарға: фа имма яътияннакум минни худан, менен сендерге бір тура жол көрсететін нәрсе келеді дейді. Яғни дін ол аспаннан Аллахтан келген деп есептелінеді. Кімде-кім сол менен келген дінмен ұстанған болатын болса, ода қорқыныш болмайды, ол уайымға түспейді, нәтиже түбі жақсы болады дейді. Сондықтан бұл жерде дінге байланысты екі түсіндірме болып тұр. Біреусі кәдімгі атеистік, материалистік көзқарастағылардың түсіндірмесі, олар дін жер бетінде пайда болған, және кейін пайда болған, және оның эволюциясы болып, сол дамый келіп, осындай күрделі діндер, ислам діні, христиан діні, буддизм діні пайда болды деп есептейді. Ал енді діни көзқарастарға болатын болсақ, соның ішінде ислам, христиан, жаңағы яхуди діндер бойынша олардың пікірлері бір. Дін Алладан келді, және ол адам атамен бірге біте қайнасып келе жатқан ажырамайтын нәрсе деп есептейді. Енді екінші сұраққа келетін болсақ, адамзат баласының дінсіз өмір сүрген кезеңі болған ба? Жоғарыда айтқанымыз сияқты, өзі енді жаңа діни нәрсемен айттық қой, адам дінсіз өмір сүрмеген деп айтып отырмыз. Өйткені адам жаратылысының өзінде ар жағында фитрасы деп қояды, бұл шариғатта жаратылысының өзінде Аллахқа сену деген бір сезімдер бар. Ал енді жаңағындай атеистік, материалистік көзқарастар болатын болса, олар дінсіз қоғамды олар да жоққа шығара алмайды. Адам санатын өткеннен кейін, ол зерттеулер бойынша адамдардың ең алғашын қола дәуірі, мектепте өтіп қой енді деген сияқты, сол тас дәуірі, қола дәуірі деген сияқты дәуірлер барайтын болатын болса, ол жерден де олар діни белгілерді көреді. Олар қайтыс болған адамдардың қоюына байланысты, олар тек қана дін қай кезде жоқ деп есептейді, адам әлі маймыл санатынан толық өтпеген кез. Сол кезде ғана дін жоқ деп айта алады олар. Мысалы, тағы бір сұрақ, діндер неге бөлініп кеткен? Мысалы, буддизм, христианизм, мұсылман. Өзі бұның діннің бөліну себептері, ол уақыт өте келе кез келген нәрсе бір жаңалап отырмаған болса ұмытылады ғой. Дін негізі, егер шарғи көзбен қарасақ, өзі бір ғана нәрсе болған. Және талабы маңызды, бірақ күрделі емес. Қарапайым адамға түсінікті талаптар болған, ол бір Аллаға сыйыну, бір ғана жаратушы бар, мына жаратылысың деген сияқты, мына өмір уақытша, ақыретің мәңгілік деген сияқты, сенің істеген жақсылықтарыңды алдынан шығады, жамандықтарыңды есеп беру керек болып қалады деген сияқты, осындай қарапайым ұғымдарға, Алладан түскен кітаптарға, пайғамбарларға негізделген. Кейін адамдар осы қарапайым негіздерден уақыт өте келе ауытқиды. Дін одан кейін ең бірінші діннің тармақталуы бұл
Нұх пайғамбардың кезіне барып тіріледі дейді. Нұх пайғамбардың кезіне барып тіріледі дейді. Оған дейін дінде адамдарда қателіктер болған, күнәлар болған. Енді адам атаның екі баласының бір баласына жаңағыдай қол жұмсап қоюы, өлтіріп қою, ол да бір күнәнің қатарына жатады, ауыр күнәлардың қатарына, бірақ дінде тармақталу болмаған. Оған байланысты Құран аяттарын қарасақ та солай келеді. Кәнан-насу умматан уахидатан фабаасаллаху набийин ва мубашширин ва мунзирин деген мағынада аяттар келеді. Адамдардың бәрі бір үммет болған еді, бір дінде болған деп келеді. Бір тәфсірде фахталафу, одан кейін таласа бастады дейді. Басында бір құдайға сыйыну діні болған, басқа ешбір дін болмаған. Ол бір құдайға сыйыну діні енді біздің тілімізде ол ислам деп аталады. Бойсыну деген мағынаны білдіреді ғой. Бір ғана Аллахқа сыйыну діні болған. Сөйткенде одан кейін ең бірінші талмақталу Аллахтың қатарында өзге нәрсеге сыйыну, бұл Нұх пайғамбардың қауымында пайда болған. Және ең бірінші тармақталу неден басталады? Өмірден өткен ізгі адамдардың, былай айтқанда әулиелерге ортаға делдал қылудан басталады. Соларға сыйынудан басталған. Ол жайында Құранда нақты аяттар келеді, пайғамбарымыздың хадистер келеді. Уат, Суақ, Яғус, Яуқ, Насыр деген Нұх қауымының кезінде өмір сүрген адамдар болған. Бұлар енді жақсы кісілер болған. Қоғамға пайдасы тиген, дінге пайдасы тиген, адамдарға ақыл кеңес беруші, татулыққа шақырушы, төрелік қылушы, дауларды шешуші деген сияқты олардың бойында бір тазалық, тақуалық деген керемет қасиеттер болған. Бірақ адам баласына жазған нәрсе өмірден қайту. Олар қайтыс болғаннан кейін осы жерде шайтан пайдаланды дейді адамдардың санасын. Өйткені бұлар кеткеннен кейін шайтан бірден келе қойған жоқ. Оның өзінің айласы болды дейді. Алғашқы уақыттарда мынау ұрпақ ұмытып қалмасын. Бұларға ескерткіш соғу керек ата бабаларыңа. Уат, Суақ, Яғус, Яуқ деген кісілерге, жаңа 5 Насыр деген кісілерге, бұлар әулие. Бұл жай адамдар емес. Бұл текті адамдар. Бұлар тұлғалар. Тарих болады. Жастар ұмытпау керек деп, тек қана ескерткіш соғуды бұйырады. Ол тарих болып тұрады ол кезде. Кейін біраз уақыт өткеннен кейін, жаңағы діни хабарда келген сияқты, Абдулла ибн Аббас атты сахаба жеткізеді, пайғамбарымыздың бір жағынан туысы да болып келеді. Фаламма нусихатил айн убидат дейді. Адамдар бір Аллаға сыйыну туралы ілімді, пайғамбарлардың өсиеттерін ұмытқан кезде дейді, осы кісілерге сыйыну басталып кетті дейді. Одан кейін келіп айтады, сендер күнәһарсыңдар, сендер жай адамсыңдар, сендер Құдайға тікелей жете алмайсыңдар, сендерге Құдайға жету үшін сендер ортаға делдал керек. Міне мына әулиелер сендерге жеткізеді. Міне осылар сендердің мұқтаждарыңды айтады. Деген сияқты осы ұғымдарды кіргізіп, содан жаңағы сыйыну басталған дейді. Сонда жаңағы бұл діннің бір тармақталу себептерінің бірі өзі діни көзқараста. Енді жаңағы енді қоғам болғаннан кейін біз енді кеңес өкіметінен өттік, одан кейін егемендігімізді алдық деген сияқты. Онда біраз жыл болды ғой, кеңес өкіметі аз болған жоқ, ол да бір 70 жыл болған. Атеизмнің ояқта кәдімгі ғылыми атеизм негіздерін қалаған. Сондықтан қазір де байқаймын, көптеген нәрсе соның несінен қатты алыстап шеңберіне кетпеген сияқты. Өйткені ғылымда өзінше дінге түсіндірме бергісі келген. Ал олардағы түсіндірме бойынша діннің бөлінуі ол адамдардың жаңағыдай басында жануар кейпінде болды, одан кейін адам болды, одан кейін ру болып өмір сүрді, тайпа болып өмір сүрді, одан кейін жаңағыдай бөліне бастады. Бөлінген кезде әр нәрсені өздерінше түсіндірме берді. Біреу тасқа табынды, біреу күнге табынды, біреу айға табынды, біреу аспандағы найзағайды көріп соған бір құдайлық сипат берді. Біреу теңізде жүргенде жаңағы теңіздің толқығанын, тасығанын көріп, ай Құдай ренжіп жатыр ма деп құрбан беру керек шығар деген сондай ұғымдар пайда болды. Өмірден кеткен ата бабаларын көмгеннен кейін басына жаңа мазар соғып соған табыну пайда болды деген сияқты және де саяси нәрселер болды дейді. Жаңағы айтып отыр ғой, үстем таптың батқанды жаңағы астындағы тапты басқару үшін ойланған құралы болды дейді. Біреу ақша тауып болды деп сөйтіп келеді. Осының бәрі діннің бөлуін алып келді деп есептейді. Сосын қазір қоғамда мысалы көп талқыланып жатқан мына ғылым Құдайдың бар екенін дәлелдей ме дейді. Ғылым дегенде нені айтып жатыр ғой, қазір заманымыздағы физика, химия, математика, астрономия, биология, осылар енді бұл дүние ғылымдардың қатарына жатады. Енді қазір ғылым жылдан жылға технология дамығаннан кейін адам мүмкіншіліктері де кең етек алып, тереңдетіп жатырмыз ғой, ДНК-ға дейін түсіп жатырмыз деген сияқты, эмбриология өз алдына ғылымдар болып қалыптасты дегендей. Бұлар кеңес өкіметінің тұсында әлінге дейін сондай ұғымда бар, бір қате ұғым пайда болды да. Үлкен бір қателік бар. Сол қате ұғымнан адамдар ажырай алмай жатыр. Ол қандай? Адамдардың көпшілігі ойлайды,
дін және ғылым екі бөлек дүние деп ойлайды. Және екі бөлек дүние деп ойласа мейлі ғой, бірақ онымен де шектелмейді, және одан да үлкен өрескел қателікке түседі. Дін мен ғылым екеуі бір-біріне бәсекедегі дүние деп ойлайды. Бәсекелесуші. Дін де өзіменен, ғылым да өз алдына тармақ болып, бірімен бәсекедегі тұрған дүние деп ойлайды. Сөйтіп осы ұғымменен көбісі дінді толық түсіне алмай қалады. Шындап келгенде ғылым, дүние ғылымы дінмен бәсекелесуші емес. Дінмен бәсекелесуші емес. Ал енді ғылымның өзіне келетін болса, ол Құдайдың бар екенін дәлелдеді ме, жоқ екенін дәлелдеді ме? Екеуіне де дәлел келтірген жоқ. Өйткені біз ғылым, ол қанша біздің тұрмысымызды жеңілдетіп, қанша технологиямызды жеңілдетіп, қанша бір сондай ем құралдарын ойлап табуымызға, аспан зерттеуге, теңіз зерттеуімізге, жер зерттеуімізге көмектескенмен бір нәрсені естен шығармауымыз керек. Ғылым ол тек қана жаратылысты зерттеуге күші жетеді. Аспан, жер, былай айтқанда көзге көрініп тұрған нәрселерге зерттеуге күші жетеді. Ал енді бір нәрселер бар, ғылым оған расында күші жетпейді оған. Оған жаңа физика, химия деген мамандықтар көмектесе алмайтын жерлер бар. Сол үшін кеңес өкіметінде мынау енді айттық қой, көбінесе атеистік пікірді ұстау бір сен парасатты сондай болып көрінетін болған, сондықтан көп адамдар мынандай ұғым пайда болды да, я человек атеист деген сияқты ұғымды айтқысы келді. Сондағысы мен оққан адам деп көрсеткісі келді. Діннің қараңғылығымен уланған жоқпын деген сияқты. Бірақ сөйткеннің өзінде біз білеміз, ғылымды да дінді де қатар ұстаған үлкен тұлғалар болған. Ары қарай баратын болсақ, біздің өзіміздің жерімізге Мауран Нахр деп қояды ғой, мынау Сырдара мен Амударияның территориясындағы жерлерде ислам діні тарағаннан кейін де біз көріп отырмыз, Әл-Фараби болсын, Ибн Сина болсын, Баласұғын болатын болсын, кейінгілерін алатын болсақ, жаңағы Ньютондар болсын, Ломоносовтар болсын, бұлардың Құдайды бар деп мойындаулары дүние ғылымдарын зерттеуге ешқандай кедергі туғызбады. Тіпті кеңес өкіметінің өзінде де кім деген Лука Кримский деген кісі болған, танымал, енді ол хирург. Өте хирург кісі болған, енді оның өзін орыстар оны тіпті ең соңында дәріптеп әулиелердің қатарына қосқан. Өйткені ол кісі дінді қатар алып жүрген. Өзі үлкен хирург болған, басқа операция жасайтын болған. Енді ол кезде ол үлкен мамандықта. Сонда сол кісі бір істі болып қолға түскен кезде тергеу барысында оған сұрақ қойған екен да, сіз ғалым адамсыз ғой, Құдайға неге сеніп жүрсіз деп айтқан екен да. Өйткені ол ғалым адам, ол түсініп отырды, екеуі бір-біріне бәсеке емес екен, дін мен ғылымның. Бірақ кеңес өкіметінің солақай саясатының салдарынан көп адамдарда дін мен ғылым бәсеке дүние деп ойлап қалыптастырған. Әлі де содан ажырай алмайды. Сол үшін кеңесі осы бір қате пікірге түскендер ішінде жастардың арасында не керек ол? Намаз оқығаннан бізге қандай пайда бар? Оразадан бізге қандай пайда бар? Мешіт деген не пайда? Одан да завод соқпаймыз ба? Ғылым дамытпаймыз ба деп ойлайды, бірақ олар түсінбей жатыр, ол ескі сарынмен келе жатқандықтарын. Мешіттің тұрғаны, болмаса біреудің намаз оққаны ғылымды ешқандай тоспайды. Ешқандай тоспайды. Ол ғылым өзін жалғастыра береді. Сол үшін қазір не деп айтамыз сонда? Бұл ғылым, дүние ғылымын алып келейікші. Дүние ғылымы ол нақты Құдайды жоқ деп айта алмайды. Нақты жоқ деп айта алмайды. Оған дәлелдері жоқ. Міне, осындай таптық. Олардың келтіретін көптеген нәрсесі Құдай жоқ деуге дәлел емес. Гипотезалар бар, теориялар бар. Әлемнің пайда болуына олардың түсіндіргілері келеді. Материалистер материядан негіздеп есептеген, содан пайда болды дейді. Бірақ материяның қайдан алдың десе, оған жауап бере алмайды. Үлкен жарылыс деген сияқты, соңғы тарап жүрген деген сияқты, не жарылды, қайда жарылды, қашан жарылды десе, қайтадан жауапсыз болып қалады деген сияқты. Осындай кездейсоқтық деген сияқты. Кездейсоқтықта біздің ақылымыз оны қабылдамайтынын біледі. Жоқтан бар болды деп айта алмайды. Бардан бар болды десе, кім оны барды қайдан алдық деген сияқты өте көптеген сұрақтар туындайды. Ақылдың алдында жауап бере алмайтын. Сондықтан ғылым өзінше керді, шындап келгенде дүние ғылымы Құдайды жоқ деуге дәлел тапқан жоқ. Бірақ және ол бар деп те нақты фактілер айтқан жоқ. Енді оның өзінің бар деудің өзінің басқа тәсілдері бар ғой, ақылға байланысты. Сол үшін кей кезде дүние ғылыммен де терең, ол ілгергі замандар болсын. Ломонос, Ньютондар айтты, қазір біздің замандар болатын болсын. Тіпті осындай терең ғылымдар зерттегендердің ішінде, ғылыммен айналысып жатқандардың ішінде Құдайға сенетіндердің де бар екенін біз көреміз. Өйткені бұлар бәсеке дүние емес. Екі бөлек нәрсені зерттейді. Мысалына, дін Құдайдың барлығын қалай дәлелдейді? Енді дін келетін болсақ, дінде Құдайдың барлығына дәлел ретінде өте көп нәрселер бар. Ол бөлінеді.
бірінші фитра деп қояды, адам жаратылысында өзі Құдайға сену бейімділігі бар. Бұл Құран аятында келеді, бұл хадистерде келеді. Өзге діндерде бұны жайында айтып өтеді. Хадисте келген сияқты әл-маулуду юладу аля фитрахи деп келеді. Бала табиғаты, жаратылысы таза күйінде туады дейді. Яғни адамның табиғатының тазалығы оның дінге жақын болуын, екеуі былай егіз дүние сияқты. Табиғи тазалық пенен шарғи түсінік екеуі біріне егіз сияқты. Енді дейді, одан кейін фаабаваху юхауиданихи ау юнассирани ау маджусина хадистің жалғасына келеді. Одан кейін әке шешесі оларды яхуди қылады, маджуси қылады деген сияқты. Бала дүниеге келгеннен кейін ол қай ортаға түсті, соған байланысты оған көзқарас қалыптаса бастайды. Егер ол бала дүниеге келген кезде мұсылман ортасына түскен болатын болса, ода мұсылманшылық көзқарас қалыптаса бастайды. Сол үшін мысалы кейбір елдерде мұсылманшылық басым елдерде мұсылманшылық басым болып кете береді, өйткені отбасылар мұсылман. Туған балалар соны әке-шешесі істеген нәрсеге. Енді христиан дін ұстанған жерлерде туғандар христиан дін ұстап кете береді деген сияқты. Ортаға түседі, сөйтіп бұл ұғымдар жаңағы соның адамдар жаңағы жалғастырып кете береді. Бірақ бұл бірінші дәлел, дінмен келетін болсақ, адам табиғатындағы нәрсе. Табиғатындағы нәрсе мынандай нәрсе ғой. Біз кісіміз қайтыс болған кезде, енді тірі кез айтайықшы, бір атеист көзқарас жүріңіз, мен өзім дін саласында көп қызмет жасадым ғой, имамдық қызмет атқардым. Сол кезде бізде мынау қоғамменен мынандай тұстармен жиі араластық. Кісі қайтыс болған кезеңдерде. Енді қазақта жаназа деп қояды. Қоғамда өмір сүргеннен кейін біз кәдімгі нақты атеист көзқараста болған кісілерді көрдік деген сияқты. Бірақ олар қайтыс болған кезде айналып келіп немен көміліп жатты? Шарғи түрде көміліп жатты. Бәрі молда шақырады, бәрі кебіндейді, жуындырады деген сияқты. Ер кісілер болсын, әйел кісілер болсын деген сияқты. Енді олардың көбісін біз аты жөнмен білеміз, бірақ біз дін саласы болғаннан кейін олардың біреудің аты жөнін атауға бізге хақымыз жоқ. Өйткені олар кісіге абырой нұқсан келтіруге болмайды ғой шариғатта. Әйел адам болатын болсын, сонда олар дінсіз өмір сүргенмен өлетін кезде дінмен кетіп бара жатыр да. Неге деген сұрақ туындайды. Өйткені біздің жаратылысымызда уже өлім бір арғы дүниенің былай айтқанда бітті деген сөз емес, жалғасатын нәрсе бар сияқты болып көрінеді. Осындай бір сезім бар. Осымен өліммен бәрі бітеді деп есептемейміз. Бітті, енді өлгеннен кейін не істеймін? Мен өлгеннен кейін денемді көміп, әуре молда шақырып өйтіп шығын болмаңдар, мен денемді зоопаркқа өткізіңдер, кішкене жануарларға пайдалы болсын деген сияқты, қи болып түсіп қаларым дегендей, ондай айтпайды. Одан кейін кеткеннен кейін ол онымен шектелмейді. Жаназаменен өмірден өткеннен кейін көп адамдарды мен көрдім. Әкесі, жақын адамдары, шешесі, баласы өмірден кеткеннен кейін олар Құдайға іздеп қалады. Неге? Мына жақын адамдар кетті, ол жоқ болып кеткен жоқ. Ол басқа бір әлемде. Енді оған мен не жақсылық жасай аламын? Дұға жасай аламын ба деген сияқты осындай молдасыз өзі пайда болатын түсініктер бар. Бұл жаратылыс дейді. Болмаса, мынау айтады ғой енді, құлап келатқан ұшақтың ішінде Құдайсыз адам болмайды дейді. Адам басына қатты қиындық түскен кезде де Құдайға жалбарыну осы нәрселер болып келеді. Бұл біздің жаратылыстағы Құдайды мойындаушылығымыз дейді. Екінші, ақылмен Құдайды табу. Құранда мысалға намазға, оразаға шақырған кезде жайдан жай намаз оқы, ораза ұста деп айта салмайды. Соның алдында сен намазға, оразаға келуіңе себепкер болатын нәрселерді көрсетеді. Абай атамыздың осы жерде бір керемет сөзі бар. Мынау Аллах тағала ол кісінің сөзінде келеді ғой, шексіз адамның ақылы шектеулі дейді. Шектеулі нәрсемен шексіз нәрсені өлшей алмаймыз дейді. Біз Аллах тағаланың барлығын дейді, оның өзінің білдіргенімен ғана тайнай аламыз дейді. Толық танып кете алмаймыз дейді. Мүмкін емес дейді. Біз Аллахтың заты тұрмақ, хикметін өзі қамтып біткен жоқпыз дейді. Сол үшін дейді, осы білдірген тұсыменен білеміз. Аллах тағала өзінің бар екенін білдіретін тұстары бар. Мысалға айтайықшы, біз қазір осы жерде отырмыз, қазір технология дамыды ғой. Біз Wi-Fi нарда бар десек, біз оны көзбен көрмейміз, бірақ бар екенін білеміз. Бірақ оны қалай білеміз Wi-Fi бар екен? Телефонды қосып, оны әсер арқылы білеміз. Сол сияқты менің жаным бар дейтін болатын болсам, оны біздің еш уақытта көре алмаймыз. Біз енді ғылымда қанша тіпті кейбір жерлерде вне сфере науки деп қояды, душаны бар дейді, бірақ наука оны зерттей алмайды дейді.
оның салмағын, басқасын, түсін, иісін оны бір таразға салып болмаса басқа қылу деген сияқты ол мүмкін емес нәрсе болып тұр. Бірақ біз біліп тұрмыз, бірақ жанымыздың бар екенін қалай сеземіз? Біз сөйлегенімізге, түсінгенімізге, қимылдағанымызға байланысты. Болмаса ақылымыз, оны көре алмаймыз. Бірақ ақылымыз бізде бар ма жоқ па не? Біз оны сөз саптауымызға байланысты істеген тірлігімізге қарап, мына адам ақылды екен, мына адам ақымақ екен деген сияқты бір бағалар береміз. Яғни әсерлер арқылы білеміз. Сол сияқты көп ол көзге көрінбейтін жақсы көру, жеп көру, сағыныш, үміт деген сияқты осындай сезімдер бар. Бұлардың бәрін көзбен ұстап, қолмен көру мүмкін емес, көзбен көріп, қолмен ұстау мүмкін емес. Бірақ біз оның әсерлерінен, сен біреуді жақсы көресің, оған ынтазар боласың. Сен біреуді жеп көресің, оны көрсең, сенің көңіл күйің түседі деген сияқты. Сен бір нәрсе үміт етесің, ол саған күш-қуат береді деген сияқты. Осындай нәрселерді көреміз әсеріне қарап. Сол сияқты соны біз соны Абай атамыз медресе оқығаннан кейін арабша сөздер қолданады өзінің кітабында. Сонда мынандай сөз айтқан: жаратушыны жаратылысына қарап танимыз дейді. Сонда біреусі біздің жаратылысымыздың өзі, екінші біздің ақылымыз, үшінші мына жаратылыстар. Сол үшін Құран аяттарында өте көп бұған аяттар келеді. Инна фи халқис самавати вал арди ва ихтилафил лейли ван нахар ла аят ли улил албаб. Аспандар мен жердің жаратылысында, күн мен түннің ауысуында ақылы барлар үшін белгілері бар деген сияқты. Ва фи анфусикум афала тубсирун. Сендердің өздерің Құдайдың бар екеніне дәлелдісіңдер деген сияқты. Сендердің өздерің Құдайдың бар екеніне дәлелдісіңдер дейді. Болмаса Аллах Тағала Құран аяттарында афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат. Адамдар түйеге қарамай ма қалай жаратылған? Ва илас самаи кайфа руфиғат. Аспанға қарамай ма қалай көтерілген? Ва илал арди кайфа сутихат. Жерге қарамай ма қалай төселген адамға алып? Ва илал жибали кайфа нусу. Тауға қарамай ма қалай қазықтай қадалған деген сияқты. Осындай Аллах өзінің жаратылыстар арқылы өзінің бар екенін айтады. Одан кейін осыны айтқаннан кейін бар құлшылыққа шақырады. Өйткені кез келген Құран қарапайым түсіндіреді. Құран Құдайдың бар екенін күрделі түсіндірмейді. Жаңа генетика сияқты, эмбриология сияқты, мысалы генетика, эмбриология деген нәрсені цитология деп басқа жаңағы іштегі хромосомалар игілікте бөлінеді десе, оны қарапайым адамға түсіну қиын ғой. Мысалға қарапайым адамға су десек, бәрі түсінетін сөз. H2O десек, бәрі түсінетін сөз емес. Екі сутек атом, бір оттек атом деген оны оққандар түсінетін. Сол сияқты Құранның Құранда Құдайдың өзінің бар екенін түсіндіру өте қарапайым тәсілде келген. Күрделі емес. Жаратылыстар арқылы, адамның жаратылысы, аспанның жаратылысы, тіпті ішінде сезімдер айтылған, жұптар айтылған деген сияқты. Омен аятихи ана халақалакум мин анфусикум азважа. Аллахтың бар екенін белгілерінің біреусі сендерге жұп болсын деп әйел жаратып бергенбіз дейді. Кездейсоқ әлемде болмаса, кездейсоқ болатын болса, адамның шығуын өзі мүмкін емес нәрсе, бірақ адам шыққан екен, оған жұп болатын. Әйелдің шығуы деген және ол күрделеніп кетеді. Сондықтан осындай қарапайым болмаса, Аллах Тағала кей кезде нығметтер арқылы айтады. Өйткені біз мынандай нәрсеміз ғой. Өзімізге жасалған жақсылықтың қарсысында алғыс білдіргіміз келетін қасиет бар адамда. Әке-шешемізді неге біз сыйлаймыз? Өйткені олар біз енді анамыз 10 ай бойы көтеріп, омыртқа сүзіліп, аязы күн айналып, боранды күн толған, тарқырсаң кейін тасемшегін жібітіп деген сияқты әкемізді неге сыйлаймыз? Өйткені ол арғы еді, арша борба еді, борша болып жүгіріп бізді бағам, қағам деп, кей кезде тәттісін бізге балам шайнап отырса, мен жайнап отырам деген сияқты ұғымдармен жүргеннен кейін, осы сезімдердің бәрі біз ақылымыз толған кезде оларды сыйлау алып келеді. Әкеміздің былай күс-күс болған бізді бағамыз деп алақанын көргенде сүйгіміз келіп тұрады. Шешеміздің бізді былай айтқанда түн ұйқысын төрт бөлген шешеміздің былай айтқанда әжім маңдайын иіскегіміз келіп тұрады. Бұның бәрі неге? Олардың бізге істеген жақсылығын қарсысында адам ретінде мен бір шүкірлігімді білдіруім керек қой деген нәрсе пайда болады да. Ал енді бір нәрселер бар, ол өте жоғары қымбат дүниелер. Аллах Тағала мына дүниені бір маймен көрсетіп қойды көзіміз, сүйекпен естіртіп қойды құлағымыз, тілмен дәмін сездіріп қойды деген сияқты, аяқпен жүргізіп, қолмен ұстатты деген сияқты неше түрлі тағамдар қылды. Осының ома бикум миннен фамин Аллах дейді. Қандай сенде нығмет болмасын, ол Құдайдан дейді. Осының қарсында адамда кәдімгі заңды сезім пайда болады. Аллах Тағала Құранда келген сияқты алам наджаллахум айнайн ва лисана ва шафатайн деген сияқты Аллах Тағала айтады ғой, біз сендерге екі көз берген жоқ па едік, екі ерін тіл берген жоқ па едік деген сияқты. Болмаса басқа аяттар қул хуаллази аншаакум, ол сондай Аллах Тағала сендерді жаратты, ва жаала лакум сам вал абсор, көретін көз берді, вал афида, түсінетін жүрек берді, қалилам ма ташкурун, бірақ адамдардың көбісі шүкірлік етпейді ау.
деген сияқты аяттар бар. Сондықтан осы нығметтердің қарсысында адамды туындатып отырады. Яғни одан бөлек енді бұл тақырыпты кең айтса болады, мен қысқаша неғып кетейін. Өйткені енді бұл біздің жалпы дінді неге болады, діндегі дәлелдер өте көп. Және ол қарапайым, ақылың болса түсіне бересің. Сенің аттестатың болса да болмаса да түсінесің. Сенің дипломың болса да болмаса түсінесің. Сен ең басы ақылды адам болсаң болды. Ондай болатын болса, Құдайдың бар екенін біліп, оның алдында өзінің қарыздар екенін сездіретін аяттар өте көп келеді. Содан бөлек және шариғаттар, пайғамбарлардың келгені, олардың бәрін шақырған нәрсе бір нәрсе болуы, кітаптарға, жаңа Құрандағы, Інжілде кітаптардың шақыратын нәрселердің біріне ұқсас болуы деген сияқты, тарихтардың ұқсас болуы деген сияқты, осының бәрі Құдайдың бар екеніне дәлел болып шығады. Сосын мына тағы бір сұрақ, қазақ жеріне ислам қашан келді? Енді қазақ жеріне исламның келуін айтып кетейік. Бірінші, ислам өзіне түсіндіре бере салайықшы. Біз айттық, көп адамдардың ұғымында ислам пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламмен тікелей байланысы бар деп ойлайды. 7-ші ғасырда пайда болды. Содан бері кең етек алып келе жатқан дін деп ойлайды. Бұл толық түсіндірме емес. Пайғамбарымыздың шақырғаннан кейін ол ислам деген осы атауымен таңылып кетті. Ислам, мұсылмандар деген сияқты ұғымдар. Бірақ ислам ол сонау Адам алейхиссаламнан бері келе жатқан дін. Пайғамбар өзінің сөзінде Құранда хабарлағандай, «Ома кунту бидамина русул». Мен пайғамбарлардың ішіндегі жаңалық емеспін дейді. Мен бір бүйректен сирақ адам емеспін дейді. Мен маған дейінді инна хазлафи сухуфил ула сухуф Ибрахим Муса. Мен айтқан нәрселер ілгергі кітаптарда бар дүниелер. Тек адамдар ұмытқаннан кейін өзі мұсылман ғалымдар арасында сондай тарап кеткен мақал бар. Ал-инсанун адун лима жахила. Осы сөзді Абай атамыз өзінің кітабында келтірген екен, кітап тастығында. Сонда адам бір нәрсені ұмытатын болса, оған дұшпан бола бастайды. Болмаса қазақтардың кейбір тарихшылар айтып жүр ғой. Адам тарихын ұмытқан кезде айнадан өзін көрген ит сияқты үре бастайды дейді. Тарихына қарсы, енді ит өзін өзі көрген үреді ғой. Сонда тарихы бөтен бола бастаса үре бастайды дейді. Сонда белгілі уақыттарда адамдар тұрмыс тіршілік бар, басқа бар, пендешілік бар, күнә бар, түрлі салдармен діннен кішкене білім алыстаған кезде дін оларға бөтенсіп қалады. Сол кезде пайғамбарлар келіп қайтадан жаңалап беріп отырған. Бұл мынау етін. Сендер сәл ауытқыдыңдар, дұрысы мынау етін деп олар үйретіп беріп отырған. Сондан оған байланысты жаңағы хадистер өте көп. Бір хадисте келеді: «Кана байна адамун нухин ашрада қулун күллүхум алал ислам» дейді. Адам атаменен дейді, Нұх пайғамбардың арасында дейді, алейхиссалам 10 дәуір болған дейді. Барлығы исламда еді дейді. Болмаса хадисте келеді: «Ал-амбия ихватну динум уахид». Пайғамбарлар бауыр, және барлығы бірақ дінмен келген дейді. Бұл адамдар бөлген. Адамдар бөлінген, пайғамбарлар бөлінбеген. Пайғамбар бәрі бір ғана нәрсемен келген. Адам атадан бастайтын болатын болсақ, кейінгі Нұх пайғамбар болсын, Ибрахим пайғамбар болсын, біздің пайғамбарымыз болсын, оның алдындағы келген 6 ғасыр бұрын ертерек келіп кеткен Иса пайғамбар болатын болсын, бәрі бір ғана нәрсеге шақырған. Енді 7-ші ғасырда сол адамдар ұмытқан нәрсені Мұхаммед пайғамбар қайтадан жандандырады. Сөйтіп, өйткені сол кезеңдерде адамдарда Аллахтан бөлек нәрсеге табынушылықтар көбейді. Бірақ пайғамбарымыз 7-ші ғасырға үңілетін болсақ, кәдімгі өзіміздің қолымыздағы тарихи кітаптарға үңіліп қарайтын болатын болсақ, ол кезеңде Құдай жоқ деген адамдар таба алмаймыз. Бәрі Құдай бар деген. Тек қана танымдары. Өлгеннен кейін тірілде ма, тірілмей ма, есеп бар ма деген тақырыптарда, Құдайға серік қосыла ма, қосылмай ма, пайғамбарға сиынуға бола ма, болмай ма, әулиеге сиынуға бола ма, болмай ма, әруаққа сиынуға бола ма, болмай ма, күнге табынуға бола ма, айға табынуға бола ма деген осы тақырыптарды талданады. Бірақ Құдай жоқ деген адамдарды көрмейді. Құдайдың қатарына бөлек нәрсеге сиыну, сиынбау мәселелер. Сөйтіп, пайғамбарымыз ол 7-ші ғасырда бұл жаңартты десек болады. Адам ұмытқан нәрсені еске салды. Құдайларын еске салды да, одан кейін пайғамбар өмірін өтті да, біздің қазақ жеріне қашан келді деген енді өзіміздің сұрағымызға келейік. Бұл жалпы Орта Азияға ол кезде тек қана қазаққа арнап келген жоқ ислам. Жалпы Орта Азияға келген, бұл шамамен 8-ші ғасырлардың уақытысында. 7-ші ғасырдың аяғы, 8-ші ғасырдың басында Орта Азияға келе бастаған. Ол кезде мұсылмандар умайяттар деп қояды, үлкен бір сондай не болған, династия болған.
айтқанда солардың кезеңдерде олар Алланың дінін жан жаққа жеткізуіміз керек дегенде солар ішінде Кутайба ибн Муслим деген кісі болған, қолбасшы. Ол осы жақтарға оны таратуы керек болған. Сөйтіп сол жоқтарды келе бастайды. Ол көне кітаптарда біздерде Мауран Нахр деп қояды. Енді тарихта біз өтеміз ғой, Мауран Нахр деген аудармасы. Бұл негізі не сөзі? Арабтың сөзі. Ма бір ел, вараа артында, Нахр өзеннің артында жатқан ел дейді. Сырдария мен Амударияның артында жатқан елдер. Осы жерге дін, Алланың дінін жеткізу деген қағидалар болған. Соның негізгі жүргізушісі жаңа Кутайба ибн Муслим деген болған. Олар сол 7-ші ғасырдың аяғы, 8-ші ғасырдың басында Орта Азияға келе бастайды. Андан соның ішінде қазақтарға кіруіне келетін болатын болсақ, бір кәдімгідей діннің дендеп кірібін қарайтын болсақ, бұл 13-ші ғасырларға келеді. Ол жайлап тарады. Енді қазақ халқының өмір сүру несінде сәл өзгешелік болды. Біз енді көшпенді халық болдық, ауыз әдебиеті болды деген сияқты. Отырықшылық бізде қатты терең дамымады деген сияқты. Сонда бұл жерлерде келеді негізгі деректер көретін болсақ, онда 13-ші ғасырда шамаменен қазақ даласында, қазіргі қазақ даласында ислам діні ірге тастарын қоя бастаған. Мына қазақ халқының ежелгі сенімі қандай болған? Ислам дініне келген дейміз ғой, емес? Соған байланысты. Енді Орта Азияға бұл жаңа 8-ші ғасырларда ислам діні келе бастаған болатын болса, қазақ халқы енді бір 13-ші ғасырда жаңағы ислам дінін өткен болса, онда оған дейін діні болмады ма деген заңды сұрақ туындайды. Қандай дін болды деген сияқты. Оларда кітаптарда айтылған. Кеңес өкіметінде осы дінді зерттеуші адамдар өзі кітаптарында бұны нақты айтып кеткен. Біздегі мынандай діндер болған. Зороастризм деген дін болған. Зороастризм деген болған. Оның бұл парсы халқына келгенде біздің жақта ол тараған. Азия халықтарының ішінде де. Зороастризм бұл не еді? Қазір енді ол бізде жоқ. Зороастризмге ұқсайтын қазір соңғы уақытта айтылып жүрген нәрсе бұл тәңіршілдік. Аздап ұқсайды. Әйтпесе тәңіршілдік тікелей былай неден табу қиын оны. Ол кейіннен келді, көптеген былай діндердің құрамасынан бастап, қазір кезде біреулер енді негізін қалап отыр. Нақты қолдарында кәдімгі негіз қазық қылып алатын қағидалар жоқ оларда. Зороастризм деген болған. Зороастризм дегеніміз не? Зороастризм дегеніміз олардың ұғымында, олар Құдай жоқ демейді, бірақ олардың ұғымында бұл бір жамандық бар, және жақсылық бар дейді. Сосын мынау қоғамдағы болып жатқан көптеген нәрсеге 4 нәрсе әсер етеді дейді. Соған өте қатты 4 элемент адамның өміріне, басқасына әсер етеді дейді. Олар от, су, ауа және жел деген сияқты осында 4 элемент әсер етеді дейді. Осыған қатты акцент береді. Ол біздің жерімізде болған кезде, ол кездегі адамдар қазір мұсылманшылықтағы сияқты арулап жуып кебіндеп деген сияқты жаназасын шығару үндесі болған жоқ. Оларды өлген кісілерін таудың басына, бір орманның ішіне, бір арнайы жерлерге апарып тастайтын болған. Сөйтіп оны ит құс жеп кеткен болатын болса, не дейді? Кәдімгі ашық далаға тастайды, оған күннің сәулесі от әсер етеді деген сияқты, оған жел әсер етеді, оған жер әсер етеді деген сияқты, оған су әсер етеді, жаңбыр жауған кезде осы 4 элемент әсер етеді. Күнәһар болып кеткен адамды осы 4 элемент тазалайды, сондықтан оны жерге көмбеуіміз керек деген сияқты ұғымдар болған. Сөйтіп ол кезеңдерде кәдімгідей тастайтын болған. Егер сол арада сол тастаған адамдарды ит құс жеп кеткен болса, олардың ұғымында жәннатқа кірді деп есептейді. Ит құс жемесе, онда қорқатын болғанда сүйегі жаңағындай не жерге сіңбей, әр жерде басы домалап жатқан болатын болса, онда жаман армындайтын болған. Бұндай ұғым қазір кезінде Тибет жақтарда бар. Тибеттерде қалып кеткен ол көне ұғымдар, олар ислам терең бармағаннан кейін оны интернет желісінде көруіне болады. Егер қарайтын болса, олар туғандар, туысқандар әкеше өмірден өткен кезде оларды құстарға жегізеді. Өздері арнайы өлген бір құстар бар. Сөйтіп жаңағы құстар адамдар енді әке-шешем тозаққа түсті ойлап қалмасын, жаннатқа кірді деп ойласын дегеннен кейін өзінің әке-шешесін турап беруге де мәжбүр болады олар. Бұл Зороастризм. Енді бұл біздің жақта қазір былай айтқанда қалмады десек болады. Кейбір тәңіршілдер соның бір сәл-сәл нұсқаларын айтқысы келіп жатыр деген сияқты. Оның Индия жақтарда бар. Оларды әлі күнге солай көмеді. Сөйтті сол жерге былай айтқанда төбесіне қақтайды. Адам тастайды. Сөйтіп жаңа күн әсер етіп, жоғарыдағы 4 элемент дейміз ғой, су әсер етіп, жел әсер етіп, олар төменге түсіп, арғай
кеткен кезде олар тазаланды күнәдан деп ойлайды. Бір дін зороастризм, екінші дін болған бізде монохеистік дін болған. Ислам діні жаңағы етек алғанша, оның сәл өзгешелігі бар. Монохеист дін зороастризм мен христианның екеуінің бір қосындысына ұқсайды. Бұларда енді бізде монохеистік нанымның кейбір белгілерін көруге болады. Мына бізде ян ин деген белгілер бар ғой, бір жаңағыдай кей кезде бір единоборство бір барған кезде бір қара түсті ақ түсті нәрсені бірін орап қойып қойған сияқты. Содан қалған бұл. Қытайлардың несінде бар, соның бір нелерінде. Олардың ұғымында оларда Құдай бар дейді, бірақ бұл өмір дейді жақсылық пен жамандықтың күресі дейді. Адамның жеке басының өзінде де жақсылық бар, жамандық бар дейді. Енді сен жақсы адам болатын болсаң, жақсы жақына өтті, көмектес дейді. Жақсылықтың ар жағында жоғарысында тұрған Құдай дейді, жамандықтың ар жағында тұрған ол жаңағындай шайтан дейді. Енді оларында сол жаман күштер бар дейді. Сол тұр дейді. Сен мына жаққа өтіп, солармен күрес дейді. Бұларда осы бір монохеистік болған. Одан кейін біздің жерімізде шамандық болған. Шамандық. Бұл айтқанда бақсылық дейді. Қазақтар оны бақсылық деген болған. Олар кейінге дейін сәл етек алып келді де, соңғы кезде тоқтады. Абай атамыздың өлеңінде келетін сияқты, моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшыным деген сөз бар. Өйткені ислам діні қазақ жеріне тарағаннан кейін бақсыларды мұсылман есептемегенде, олардың қабірлері мұсылмандармен қатар қойылмаған, әр жерде жеке-жеке қалып кететін болған. Сондан жалғыз қалдым тапшыным деп, соны немен теңеп атқан сол болады. Бақсылық дегеніміз не? Бақсылық бұл олардың ұғымында мына адамдар өлгеннен кейін оның рухтары кетіп қалмайды, жүреді. Көзімізге көрінбейді адамдардың әруақтары, бірақ біз олармен қатынасқа түсе алмаймыз. Енді арнайы бақсы бар. Ол өзінің бір ритуалдарын жасап, сол өлген жүрген әруақтармен байланысқа түсіп, болашақта айтып беріп, болмаса ауырғанды емдеп беріп деген сияқты сондай адамдар болады да, сөйтіп адамдар оған келетін болған. Сонда бақсылық дегеніміз өлген адамдардың әруақтарымен қатынасқа түсіп, тірі адамдардың арасында мәлімет беріп отыратын бір тұлға ретінде қарастырылған. Одан бөлек біздің ислам діні тарағанша бұл жерде христиан діні болған. Сол үшін егер тарихымызға қарайтын болсақ, мына Найман, Керей, Қыпшақ болғыр, соның ішінде бұлар христиан дінін ұстаған рулар. Ал христиан дін бұл Алладан келген дін. Онда болатын болсақ, бұл рудағылардың бір сәл енді оларға берген мүмкіндігі, бұлар таза діннен таза дінге өткен халық сияқты болып тұр ғой. Алладан түскен дінді ұстанып, одан кейін Алладан түскен дінге арғай ілесіп кеткен халық сияқты болып тұр. Осы дін ұстанғандар болған. Одан кейін ислам діні келді, бұлар бәрі жайлап сөгіліп, іргелеп, негізгісі сол жаңағы осы ислам діні етегін алды кеңес өкіметіне дейін. Кеңес өкіметінен өзінің бір недел болады оқиғалар. Сосын мына қазір көп айтып жатыр, мысалы дін ғылым мен технологияға қарсы ма? Жоғарыда айтып кеткенім сияқты қате ұғым, әсіресе кеңес өкіметінде өте кең таралды. Осы қате ұғым көптеген адамдардың дұрыс шешім қабылдауына кедергі болып тұр. Олар ғылымды бөлек деп қарайды, дінді бөлек деп қарайды. Тіпті кейбір өзін зиялы деген есептейтін адамдардан мынандай сөздерді мен естігем. Сіз Құдайға сенесіз бе десе, жоқ, мен ғылымға сенемін дейді. Бұл осы қате ұғымнан туындаған нәрсе де. Енді біз жоғарыда айттық. Дін мен ғылым бір-біріне бәсеке емес. Мүмкін жалған діндер бөлек шығар. Мысалға айтайық, европалықтардан, мысалы біздерде 7 атасы мұсылман болып, одан кейін осындай қате пікірге ұрынып, мұсылманшылықтан бас тартқан кісілерді кездестіруге болады. Енді ол өзінше бөлек тақырып шығар деген сияқты. Ал енді 7 атасы мұсылман болмаған, мүмкін христиан болды, мүмкін басқа болды, басқа дінде болды. Европалықтарды айтып жатқаным, Жапон елінде көрініс беріп жатыр, европалықтарда ислам дініне кіргенін көреміз. Ондай болатын болсақ, бұлар дінді ұстаған кезде ата-бабам жол деп ұстанбады. Енді сол европалықтарда мен бір тыңдау барысында, оқу барысында қызық нәрсені көрдім. Олар былай деп айтқан екен де, ислам дінін бөлек, басқа діндерді бөлек қылып қарайды олар. Арасында солай. Сонда олар былай деп айтады екен, ислам дінінің ерекшелігі өзге діндерден дейді. Бірнеше ерекшелігі бар. Неге таңдадың деген кезде айтады, ислам дінінің өзге діннен ерекшелігі дейді. Ислам дінінде сенің білімің жоғарылаған сайын иманың көтеріледі дейді.
Сен химияны терең білген сайын иманың көтеріледі. Сен физиканы терең білген сайын иман көтеріледі. Менің өзім жеке басымнан мынандай оқиға болды. Астана қаласынан енді ұшаққа отырайын деп аэропортта отырған едім. Соң қасыма бір орта бойлы былай көрікті келген бір кісі келді. Сосын амандасты. Енді мен былай тани қойған жоқпын. Мен өзім сұрақ жауаптар жиі келетін болған, сонымен кеше телефонмен алданып қалатын сәттерім болушы еді. Сөйтіп амандасты. Бірақ енді көрініп тұр түсі, жүзі сондай бір сауатты, сөзі әдепті, киінген. Сол келді амандасты да аты жөнін айтқан еді. Енді менде сәл қателік болыпты, өйткені ол қоғамға өте пайдалы адамдар ғой олар. Сөйтіп ол кісі танысқан, мен хирургпын деп танысты. Астана қаласында больницада хирург болып жұмыс істеймін деді. 5 уақыт намаз оқимын деді. Сіздің әлеуметтік желіден насихаттарыңызды көргем. Сізге деген құрметім бар еді, соны көріп амандасып қойайын деп едім деді. Әйтпесе ол хирург адамдарға, ол барып амандасатын адамдар ғой, өйткені олар қоғамға өте пайдалы тигізіп жүрген адамдар, олар деген сияқты. Сонда ол кісі бір қызық маған бір әңгіме айтты. Мен дәрігермін деді, 5 уақыт намаз оқимын деді. Және мені таңғалдыратын нәрсе деді, дәрігерлердің намаз оқымағаны деді. Дәрігерлердің бірінші болып Құдайды мойындамағаны деді. Өйткені біз деді, адам деді, бұл керемет жаратылыс Құдайды мойындататын деді. Бұл ғажайып дүние деді. Бұл мұғжиза. Біз сол жаратылысты күніге зерттеп отырған адамдармыз. Соны көріп тұрып, адам деген жаратылысты көріп, оның жаратушысын мойындамау ақылға келмейді. Сондықтан мен дәрігерлердің бірінші орында дінге келуі дұрыс деп ойлайтын едім, бірақ олай емес деді. Бұдан біз көріп тұрғанымыз бұл қарама-қайшылық емес та. Біз ана ойдан кеңес өкіметінде қалыптасып қалған жаттанды көкек сөзден, жаттанды пікірден алыстауымыз керек. Дін мен ғылым бір-біріне бәсеке емес. Бірақ ғылым бұл не десек болады, бүкіл адам айналысып кете алатын нәрсе емес та. Оған бір қабілет керек, оған жағдай керек, оған бір адамның өзінің талпынысы керек, оған бір табандылық керек деген сияқты ол білеміз ғой, кез келген нәрсе оның бір шыдамдылық, адамның шыдамдылығына байланысты болып табылады. Сондықтан бұл жерде қазіргі жастардың ол қате ойлары. Сондықтан біреу жаңа айтқан, жоғарыда айтып кетті ғой, мен Құдайға сенбеймін, ғылымға сенемін дейді. Енді осы сөз талдап көрейік. Бір әдемі сөз сияқты. От көп адамдар, мынау парасатты адам екен. Бұл анау дін деген қараңғы ін. Ондай айналыспайды екен. Бұл сауатты екен деп сөйтіп ойлаймыз. Бірақ осы сөзді қарайықшы. Ғылым дегеніміз не? Адам жоқ жерде ғылым жоқ. Ғылым адам бар жерде ғана дамиды. Орманда ғылым дамымайды. Теңізде балықтың арасында ғылым дамымайды. Ол маймылдарға толық жағдай жасап берген болсаң да, интернетін жүргізіп, бананын беріп, компьютерін қойсаң да, олар кездейсоқ Абай жолы деген кітап жазып шыға алмайды маймылдар. Өйткені ондай нәрсе бермеген. Ондай болатын болса, ғылым не болып тұр? Адам бар жердегі пайда болатын нәрсе. Біз соткаларды шығарғанымыз, пойызды жасағанымыз, ұшақтарды ұшырғанымыз, кеме, теңіздерді, жаңағы теңіз жүрген кемелерді жасауымыз деген сияқты осындай медицинаны дамытуымыз, бұның бәрі адам бар жерде дамып жатыр. Ондай болатын болса, не болады екен? Ғылым адамның туындысы. Ғылым адамның туындысы. Енді ол деген сөз, ғылым адамға қызмет жасап жатыр, оның дәрежесі адамнан төмен. Өйткені адам туындады. Сенің дәрежең әке-шешеңнен жоғары болмайды ғой. Сол сияқты ғылым адамның туындысы, қолдан жасаған нәрсесі, болмаса былай деп түсіндірейікші, бір мүсінші бар. Ол керемет қыл бір мүсін жасады. Бір адамның мүсін жасады. Ол мүсіншіден жоғары болып кетпейді. Ол бәрі тас болып қалып кете береді. Сол сияқты ғылым, ол адамның туындысы, ғылым қандай болса да адамнан жоғары бола алмайды. Енді адамнан жоғары бола алмайтын ғылымды, адамнан жоғары болмайтын ғылымды Құдайдан жоғары қою, бұл ақылға сыймайды. Бұл ақылға сыймайды. Сол үшін бізде ол жаттанды сөз. Біз сондай санамызға кіргізіп жіберген. Ғылым мен дін біріне қарама-қайшы деп. Жоқ. Сондықтан егер сен діннің талабы өте қарапайым ғой. Ол бір дін саласына адамдар өзі екіге бөлінеді. Біреулер өте аз болады, олар дінді зерттеп, сол адамдарға түсіндіруге тырысады. Екіншісі, ол Құдайдың алдында міндетін орындаса болды. Мұсылмандық деген бұл мамандық емес. Мұсылмандық деген әрбір жеке адам басындағы парызы Құдай алдындағы.
оның талаптары өте жеңіл. Қарапайым адам қойылған талабы өте жеңіл. Мүмкін дін саласында жүрген адамдардың талабы өзіне жоғары қойып алатын шығар, бірақ қарапайым адамға Аллахқа серік қоспа, бір ғана Құдайға табын, бір Құдайға жалын, бір ғана Құдайға құлшылық ет деп келеді. Одан кейін танығаннан кейін намазыңды дұрыстап ал, байып кетсең зекетіңді бер. Болды. Тірі жүр. Ары қарай сен спортсмен боласың ба, бизнесмен боласың ба, сен химия саласын зерттейсің ба, космонавт болып кетесің ба. Космоста адамдар, космонавтта намаз оқытқандарын көріп жатырмыз ғой енді. Оны кедергі емес. Талғат Мұсабаев ағамыз Құдайға сенесіз бе дегенде сенем деді ғой. Нақты сенем деді. Сондықтан бұл жердегі кез-келген сала ол уже ал мұсылмандық бұл парыз, ал анау мамандық. Сол үшін мұсылмандықтың негізгі қағидасы ол адам қылу. Ал мына пәндер, химия, олар сені маман қылады. Сондықтан бұл жерде дін мен ғылым арасында бәсеке жоқ. Енді сен осы жоғарыдағы Құдайдың хақысын берген болсаң, бұл ең маңыздысы, ең жеңілі. Одан кейін егер арға сен өз таңдауыңа қарай кете бересің. Сен өзің таңдауың біледі. Дәрігер болғың келе ма? Енді ислам дінінде дүние ғылымдарының ішінде ең құрметтісі дәрігерлік есептелінеді. Дәрігер болғың келе ма? Инженер болғың келе ма? Ол енді өзің таңдауың. Сенің қабілетіңе қарай, сенің ұстанымыңа қарай, сенің талпынысыңа қарай. Бірақ хадисте келген сияқты хайрун нас анфаъум линнас дейді. Адамдардың жақсысы адамдарға пайда келтірген дейді. Сен соның өзіменен пайда келтіріп отқан болсаң, ол жақсы. Жоғарыда айтып жатқанымыз ғой, жаңағы аэропортта кезген кезде хирург адамды көрген кезде менен танымай тұрмын ғой ол кісіні. Енді ол мені танымағаннан келіп жатыр. Әйтпесе оның қызметі өте жоғары, ол маған емес, мен оған барып сәлем берсем болар еді. Сосын мына қазір ғылым мен технологияға мысалы жастардың қызығушылығы неге аз? Және діннің оған әсері бар ма? Қазір кезде де бұл да осындай тенденция қалыптасып кеткен. Діннің себебінен жастар келмей жатыр деп ойлайды. Бұл бәрі мешітте отырып апты, сөйтіп сондай қылып отыр да. Мынандай нәрсе бар, біз оны да білуіміз керек. Жаңа жоғары айтып кеттік қой. Кеңес өкіметі ғылымды бөлек дүние, дінді бөлек дүние қарастырғысы келді, және екеуі бір-біріне бәсеке, қарама-қайшы дүние есептеді. Ғылым бар жерде дін жоқ деп олар ойлады. Бұл қараңғылық деп. Бұл қате. Бұл қате. Оған енді өзінше бөлек бір не түсіндірсе болады. Олардың көптеген қателіктеріне байланысты. Және екінші нәрсе бар. Бұл бірінші қате қоғам кірікте жүрген кезде мынандай нәрсе болады ғой. Мысалы айтайық, бізде калькулятор бар. Біз білеміз 2 қосу 2 десек 4 болатын. Бірақ калькуляторда өшпейтін бір сан бар. Ол кетпейді. 2 деген болмаса 1 деген бір сан өшпейді. Сол үшін мен 2 қосу 2 десем, ана өшпейтін санның салдарынан 5 болып шығып кете береді. Өшпей тұр да. Сол үшін біздің санамызда бір жалған пікірлер бар. Ғылым мен дін бір-біріне қарама-қайшы, сол бізге қате шешім шығарып алып келеді. Сенен 4 шықпайды. Сенен бір 3 болып қалады, не 5 болып қалады деген сияқты. Сондай мутациялық ой туындатады. Сондай нәрседен біреусі соңғы 100 жылдықта исламофобиялық қағида бар. Исламмен шошту. Бұл деген қиын бұл. Жағдайың Ауғанстандай болып кетеді, бұндай надандық болады екен, кеңес өкіметіне шыған кәдімгі керемет ел деген қызығып көрген Белое солнце пустыни деген өз кинолар болатын. Енді қазір жастардың көре-ме білмеймін, біз енді кезімізде ең бір былай айтқанда үлкен оны естуімізде жаңа космосқа ұшатын кез космонавтардың өздеріне көрсететін, ол жердің өзінде исламды бұрмалап көрсетілген. Адамдар шошыту үшін ислам жабайы, мына бір көз ашады деген сияқты. Осындай исламофобиялық пікірдің салдарынан көп адамдар ойлап жатыр, ғылым мен технологияның дамымауына кедергісі дін деп ойлап тұр, қателеседі. Діннің қатысы жоқ. Діннің қатысы жоқ. Сосын бұл жастар енді неге қызығушылық онда жоқ деп айтамыз. Енді бір айтқанда біреуді кінәлі қылу керек болып тұр ғой енді. Ғылым даму үшін ол мынандай бір факторлар керек. Ғылым даму ол оңай шаруа емес. Бірінші, жеке адамның қабілеті болады. Екінші, ол адам табандылығы болады. Бәрі ғалым болып кетпейді. Не істесең де бүкіл адамды физик қыла алмайсың, математик қыла алмайсың. Оған адамның өзі соған деген ыңғайы болу керек. Сосын таңдаған нәрсесіне қарай табандылығы болу керек. Мысалы айтайық, біздің кезімізде осы дүние ғылымдар ішінде көзге түсіп жүрген адамдардың кімдер айтсақ болады? Мысалы Илон Маскты айтсақ болады. Илон Маск аспанға бір спутникті ұшыру үшін, көтеру үшін ол 10 спутникті құлатқан.
сәтсіздіктерден сәттілікке өткен адам. Бірақ әрбір спутник ол өте көп ақшадан тұрады. Бір спутник ұшты, бірақ құлаған 10 спутниктің ақшасы қайдан шықты? Егер ол тас кедей болатын болса, бұны дамыта алмайды ғой. Болса Жакив Кусто, француздың теңіз зерттеушісі. Оның ғылымды зерттеп кетуіне себепкер болса, бірінші өзінің қызығушылығы теңіз әлеміне байланысты, екіншісі ол өте дәулетті адам болған. Өйткені теңіздің астына түсу үшін сен ана нелердің бәрін арнайы не деп айтамыз, суға түсетін киімдері, ол киім өте қымбат, ол өте қымбат киімдер. Аспанға ұшатын скафандрлар, судың астына түсетін аквалангтардың киімдері, бұлар өте қымбат. Енді қайдан болады? Ондай болатын болса, ғылым даму үшін бірнеше факторлар. Бірінші, соған бейім жастар керек. Ол 40-тан біреу шығуы мүмкін. Екіншісі, ол жас пайда болғаннан кейін ол жастың өзінде табандылығы болу керек. Үшінші, сол жастың сол табандылығына қарай көмектесетін не өзінің ақшасы болу керек, болмаса оған қомақты ақшасы бар адам демеулік жасау керек. Ол не мемлекеттің тарапынан болу керек. Сол үшін біздің кезеңдерде бұл енді жаңа спорт саласының бір кемісі батыр деп ойлап қалмаңыздар. Мысалға, егер спорттан біреу ұтып келетін болса, олимпиадан ұтып келетін болса, онда елдің бәрі оны дәріптеп, көрсетіп, қарапайым адамдардың өзі қарсы алып, астына көлік мінгізеді. Бірақ математикадан, басқадан, медицина саласынан біреу шыққан болатын болса, қазір мен сұрайтын болсам, спортсмендердің атын жастар айтып беру мүмкін. Сен осындай күрестен осындай чемпионды білесің бе? Айтып беру мүмкін. Бокстан сен чемпионды айтып берші, айтып беру мүмкін. Олар. Деген сияқты конькиден айтып берші, айтып беру мүмкін. Ал енді сен маған Қазақстаннан медицина саласының бір профессорын айтып берші. Айта алмауы мүмкін. Яғни бұған діннің қатысы жоқ. Бұл біздің қоғам солай өмір сүріп жатыр. Өйткені оған деген ынталандыру, мотивация деген жоқ. Енді қызық болғанда мынандай нәрсе бар және. Жиі байқаймын әлеуметтік желіде қоғамдағы қандай да бір келеңсіздік болатын болса, бәріне молданы кінәлағысы келіп тұрады екен да. Молда уағыз айтыңыз, бұның керегіне тарих неге айтпайсың? Иә, молда дінді айту керек. Тарихты айтатындар қайда тарихшылар? Менің ойымша тарихшылардың саны молданың санынан көп. Молдаларда ешқандай бюджетте отырған жоқ. Тарихшылар ол батқан мектеп болатын болса, айлығын алып отыр, университет болса да айлығын алып отырған адамдар, бюджетте отырған адамдар. Онда тек қана айлық қана айта берместен, сен бір қоғам үшін молда сияқты тегін айт онда. Болмаса медицина болатын болса, молда қайда? Болмаса біреудің өлігін жерден қазып алса, молда қайда? Неге тоқтатпайсыңдар, жерден қазып алмайсың деген сияқты. Ұрлық жасаса, молда қайда? Неге шариғат бойынша заң қолданбайсыңдар? Көшеге митингке шыққан болса, молда қайда? Патшаға айтатын молда қайда? Бәріне молдан апарып тықпақшы да. Бұның өзінің саласы ғой. Сен бар биолог айтып жатқан жоқсың ғой. Биолог қайдасың сен? Егер сенің ұғымыңда биолог адам, химик адам, физик адам жоғары тұратын болса молдадан, онда неге сен оны бүкіл салаға тықпайсың? Өйткені оның өзінің саласы бар. Молданың өзінің саласы бар. Сондықтан бұл жердегі екінші айтып отқанымыз қате ұғым, исламофобиялық ұғым. Ол жайында Құранда да келген, ілгері басында айтқан. Оларға дейді, жаңағы айтады, ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. Сендердің кешіріңнен дейді бізге көптеген бейнеттер келді. Тып-тыныш өріп жатқан. Дін үйретушілер айтып жатыр ғой. Егер тоқтатпасаңдар, тасборан қыламыз дейді. Сонда олар айтады, қалу таирукум маакум. Сендердің бақытсыздықтарың сендерге қатысты, бізге қатысы жоқ дейді. Адамдар өзінің қоғамдағы келеңсіздігін молдаға барып жама беруді қоюымыз керек та. Ол біз сырттан, біздің өзіңнің жеке ойың болу керек. Сен бірінші тұлға болып қалыптас. Сол үшін жастардың арасындағы ғылымға деген неге қызығушылық аз дейтін болатын болсақ, біз неге қызықтырып жатырмыз деген сұрақ қойымыз керек өзімізге. Біз әншілікке қызықтыруымыз мүмкін. Біз блогерлікке қызықтыруымыз мүмкін. Мысалы жастардың мен естуімде TikTokта кәдімгі түн басталып таңға дейін отыратын жастар бар екен. 24 сағат отырады. Енді 20 былай айтқанда солай отыратын бар. Онда бұлар қалай физик болады олар? Қалай химик болады? Қалай хирург болады олар? Қалай инженер болады ол жастар? Сол үшін оны молдаға апарып тірептеудің қажеті жоқ. Яғни бұл жерде ол басқаша нәрсе. Яғни ол көріну керек. Кәдімгі осы
ғылым саласында жүрген адамдарды ол шығу керек, олар сөйлеу керек, қалай жеткендігін, қалай болған деген сияқты. Мысалға, менің досым бар, жақын досым. Баласы мектепте жүргеннің өзінде медицинамен өте қатты қызықты. Оқуға осы Мединститутқа түсті. Шетелге барып түсті, тек қана бұл жақта емес. Әкесінде жұмысына баратын болсам, сөйтіп ол әлі бітірген жоқ, уже ана қабілеті жоғары болғаннан кейін жаңағысы намазға, бұлар отбасының бәрі намаз оқитын кісілер. Әкесі, шешесі баласын тәрбиелеген. Оқуды оқып жүріп шетелде оған операция жасауға қатысуға рұқсат беріпті. Әлі студент, бірақ қабілеті өте жоғарыда, өйткені ол мектеп жасынан қызығушылық бар. Әкесі айтқан, бұл қызықтырған оны. Әкесі. Сөйткенде кабинетіне барсам, жай адамдар түсінбейді, мен түсініп отырмын да. Үлкен сурет қойып қойған, айтқанда болады, үстіне көк матаны жауып қойып, адамды кесіп атқан, операция жасап атқан. Яғни қанын көрініп тұр да. Бірақ көрген адамға ол ұнамайды ғой енді. Әкесіне ине болып тұр, өйткені ол баласының ісінің жемісін көріп тұр да. Оған өте қымбат сурет болып тұр. Жұмысында отырып, баласының операция жасап атқанын көріп қуанып отыр да, 5 уақыт намазда. Неге ол қалып кетпеді? Өйткені әкесі оған дұрыс тәрбие берді, әкесі оған баласының сол дәрежеге жету үшін ақшасын аямады, жұмсады. Ондай болатын болса, 40 баланың ішінен шыққан бір сондай қабілетті жасайтын бала шыққан болатын болса, оның ары қарай қызықтырушылығын арттыру үшін, оған бір демеушілік дамыту үшін, оның жарнамасы болу үшін, елдің бәрі қазір күрестен біреу чемпион болатын болса, ертең күні күрес залында балалар толады. Бокстан біреу чемпион болатын болса, ертең бокс залында балалар толады. Өйткені ол көріп жатыр. Өйткені бізде кішкене қаншалық пендешілік бар ғой. Жемісін көріп жатыр. Қарапайым келді, жемісін көрді, бірақ та үй алды, машина алды, құрметті болып, кеудесіне медалін тағып жарқыратып тұр. Әрбір ата-ана ойлайды ғой, баласы ат қонса, шешесі тақым қысады деген сияқты, менің баламшы. Сондай болса екен деп ойлайды. Сондықтан оған осы жақ қызық болып көрінеді. Ал енді сен биолог боласың, басқа боласың, бір айлыққа қарайсың, ақшаң жетпейді, үйтесің, денсаулығыңды құртасың, бұл деген үлкен табандылық талап етеді. Эйнштейнді көрсек, шашын тарауға уақыт қалмай қалды, олардың былай қарасаң. Шаш тарауға уақыт таппай қалды. Осындай болып отқан кезде оның қасында мотивация беретін ол адамдар болу керек. Ол бөлек, ол діннің бұған қатысы жоқ. Сондықтан ол ұғымды алып тастауымыз керек. Сондықтан біздерге қоғамға кіргізген қате ұғымдар бар. Сол ұғымды қазық қылып алудың ол дұрыс емес. Соңғы сұрағым, енді кейбір кісілер мешітте жанға жайлы ертегі айтылады дейді. Сонымен жастардың санасын улап жатыр дейді. Егер мешітте математика, физика, химия сияқты пәндер өтетін болса, мешітке баратын кісілердің саны сиреп қалар еді деген пікір айтады. Осыған байланысты сіздің ойыңыз? Мен естідім бұл пікірді. Бұл да жоғарыда айтқанымыз сияқты, бұл пікірді айтушы адамдарда бірнеше қателік болып тұр. Жоғарыдағы 2 қателік оларда бар. Бірінші, олар ойлап тұр, дін мен ғылым бір-біріне бәсеке, бөлек дүние, дін дамитын болса, ғылым қалып кетеді деген қате ұғым. Оны алып тастау керек, ондай емес. Өйткені біз білеміз, ілгергіден де, кейінгілерден де білеміз, адамдардың діндарлығы оларды ғылым дамытуға, ғылымда жаңалық ашуға ешқандай кедергі болмады. Ньютон енді мұсылман емес, бірақтан Құдайға сенген адам. Оның еңбектерінен көрсе болады. Бірақ оның ғалым болуына ешқандай кедергі болмады. Ломоносов мұсылман емес, бірақтан Құдайға сенген адам. Бірақ оның ғылым дамытуға ешқандай кедергі болмады. Өзімізге келетін болса, Әл-Фараби, Ибн Сина, Ұлықбек, аспан зерттеген. Бұлардың Құдайға сенгендіктері, бұлар мұсылмандар. Болмаса Хорезми, математиканың атасы. Ол кісілердің Құдайға сеніп 5 уақыт намаз оқығандықтары ғылым дамытуға ешқандай кедергі болған жоқ. Сондықтан біз миымызға кіргізілген, кеңес өкіметінен қалып кеткен ғылыммен бәсеке бірінші шығарып тастауымыз керек. Осындай ойда болған адамдар да осындай сөз айтады. Өйткені жоғарыда айтқаным сияқты, есептеуіш калькулятордағы артық қате бір пікір бар. Екінші, исламофобиялық. Ол ар жағында бұны айтып жатқаны, ол біліп тұр, зерттесе өзінің сөзін дұрыс емес екен. Бірақ оның жүрегінің түбінде дінге деген, мұсылманға деген жек көрініш бар. Сол нәрсе соған итермелейді ол. Ол өмірін соған арнаған. Оның жұмысының бәрі мұсылмандардың кемшілігін іздеу. Мұсылман адам, ол қателес, ол періште емес ол. Үйтіп адыр, бүйтіп қойыпты, ұрыпты, соғыпты, үйтіпті деген сияқты, боқтапты деген сияқты. Қазақта да мақал бар ғой, біреудің мінген жорғасы көрінбейді, молданың ұстаған дорбасы көрінеді дейді. Осындай қате
рухани түрде арғы адам болып есептелінеді да олар. Сондықтан осы оның исламофобиямен ауруы, қате ұғымда болуы осындай сөзге алып келеді. Енді сол сөздің өзіне келейікші, қаншалықты дұрыс бұрыс. Мешіттерде ертегі айтылады, жанға жағымды. Сол үшін мешіттерді жастар толтырды. Мүмкін жұма кезінде шынымен де қазір мешіттерде жастар көп қой. Мен алғаш уағыз айтып бастаған кезімде мешітте тек қана қариялар болатын. Ол кез өте қиын, біз қуалап жүріп уағыз айтқанбыз. Енді қазір сондай уақыт болды, қашып жүріп уағыз айтасың, уақыт жетпейді дегендей. Сонда бұл мешіттерде барып отырады, жанға жағымды ертегі деп айтады олар көбісі. Негізі ертегі емес. Бұлардың көпшілігі мешітке барып не айтылып жатқанын тыңдап көрмеді ол. Біз бір нәрсені естен шығармауымыз керек. Ілім екі түрлі. Бір ілім бар, жаратылысты зерттеу ілімі. Ол сені маман қылады. Сен теңіз зерттейсің, сен аспан зерттейсің, сен жануарларды зерттейсің, сен құстарды зерттейсің, сен адамды зерттейсің, дәрігер боласың деген сияқты жаратылысты зерттеу ілім бар. Жаратылысты тану ілім дейді. Бұл ілім сені маман қылады. Енді бір ілім бар, біз бұны ұмытып қалдық. Бұл жаратушыны тану ілімі. Бұны дін үйретеді. Бұл ілім сені адам қылады. Жаратушыны тану ілімі сені адам қылады, жаратылыс тану ілімі сені маман қылады. Екеуі де керек. Өйткені, айтайық, адам, Аллах керемет жаратқан ғой, адамға бас берген және жүрек берген. Мына дүние ілімнің орны баста. Ал діннің орны жүректе, иман. Енді бір адамдар бар, бізге Құдай керегі жоқ деп айтатындар, бұлар тек қана жүрексіз баспен өмір сүргісі келетін адамдар да. Ғылым, бұл дін деген пайдасы жоқ, дін деген қараң деген, бұлар жүрексіз өмір сүргісі келіп жатқан адамдар. Енді бір адамдар бар, онда жасыратын жоқ. Олар ғылымды қажет етпей, мүмкін олар қате түсінгені, болмаса өзге дін өкілдері болуы мүмкін. Олар тек қана Құдайға сенсек болды, дүние керек емес деп тәркі дүние болып өмір сүретіндер. Бұлар бассыз өмір сүргісі келетін адамдар да, жүрекпен ғана. Ал ислам діні басыңмен де жүрегімен де қатар өмір сүр дейді. Құдайдың құлшылығын, дүниенің тіршілігін қатар алып жүр дейді. Құстың қос қанаты сияқты. Біреу болмаса ұша алмайды дейді. Сол үшін кейбір ғалымдар айтқан сияқты, кімде кім Құдай, Құдай, Құдай деп дүниенің бүкіл тіршілігін тастайтын болса, жәннатқа кіре алмайды дейді. Керісінше кім дүниеде дінді тастап кетсе, жәннатқа кіре алмайды дейді. Құс жалғыз қанатпен ұша алмаған сияқты дейді. Ал жаңағы келетін болсақ, мешітте егер ертегі айтылады, сондықтан жастар сояққа барып жатыр. Егер физика айтылса, химия оқылған болса, осындай пәндерді айтып жатқан шығар, енді ояққа мешітке адамдар бармас еді деп. Үлкен қателік жер батыр. Қандай қателік? Мешіт, химия, физика айтатын жер емес ол. Мешіт атын өзі айтып тұр. Ол жаратушыны танытушы жер. Ол тәрбие беретін жер. Адам тек қана тәннен тұрмайды ғой. Адам жанынан да тұрады. Біріншіден. Сол үшін олар айтқандай, мешітке тек салпаң құлақтар барады, ертегі тыңдайтын деп, ол қате ұғымда олар. Түсінбей тұр. Адам тек қана тәні болған үшін адам болып тұрған жоқ, ол жаны болған үшін. Тіпті біздің денеміздегі тән мен жанды тараз алатын болсақ, жанның дәрежесі жоғары. Анда-санда жанның азығын беру керек. Тән ол топырақтан. Сол үшін тәнді қуаттайтын нәрсенің бәрі топырақтан шыққан нәрсе. Көлік, темір топырақтан шығардық. Тамақ топырақтан шықтық. Жеген етімізді мал топырақтан алып жатыр деген сияқты. Осы топыраққа топырақ керек, күшті қылу үшін. Сен бір жақсы өмір сүру үшін, денсаулығың жақсы болу үшін, медицина даму үшін топыраққа топырақ керек. Ол физика, химия деген нәрсе. Ал енді жан ол топырақтан емес қой. Жан қалай болып келеді? Фаянфу фихи рух, адам ананың құрсанып жатқан кезде Аллах періште жіберіп жанды үрлейді, ол Аллахтан келген нәрсе. Тәннің азығын біз тауыппыз. Ал жанның азығын іздейтін кездері бар да. Адам жаны жұтайды. Ол тек қана мешіт емес. Мысалға біз мына заманда өмір сүріп жатырмыз, мынандай нәрселер көреміз. Бір өте бір жоғарғы деңгейде түсірілген бір кинолар болуы мүмкін. Тарихи тұлғаларды көрсете ма, жоғалдай бір көрсете ма, әскер адам көрсете ма, жоғалдай бір ғылым адам көрсете ма, бір кино, бір тұлға, бір жаңағы өзінің бір кино түсірді деп айтайықшы. Сол киноларда мынандай кезеңдер болады да. Көбісі байқап көрсін.
сол тұлға болған адам қоғамнан шаршап бір өзімен өзі болғысы келеді, жаңғыз қағыс келеді да, өйткені жан іздеп жатыр да. Сөйтеді де жаңағы қасындағы оққа қаранды күзетшілері бар, солар бір шатасын, тұра тұрыңдаршы дейді да. Әйелін де тастайды, баласын да тастайды, жібек төсегін де тастайды, алтын ашекейіне де қарамайды, қарауылына да ары тұра тұрыңдаршы дейді да. Барып жаңғыз өзі судың жағасына отырып суға қарап отырады. Болмаса аспан қарап жұлдыз санап отырады, ойланып. Өйткені бұны істемесе, ол арғай жүр, біліп тұр, сынайын деп тұр. Неге? Өйткені жаны жұтап жатыр. Мешітке адамдар аптасына бір рет барып жатқанда, жанының азығын беру үшін барып жатыр. Ал физика, математика оның арнайы орындар бар, университет бар, институт бар, мектеп бар, сол жақтан тыңдайды керек адам. Мешіттен тыңдамайды. Болмаса қарапайым мысалы, бәріміз мектеп көрдік. Мектепке барған кезде жаңағы сыныптар жазып қояды, мынау биология пәні, мынау дене шынықтыру пәні болатын жер, мынау қазақ тілі әдебиеті, қазақ тілі және әдебиеті болатын пән деген сияқты. Енді мен келіп, қазақ тілі өтіп жатқан мұғалімге келіп, неге сен математика өтпейсің? Мынадан не пайда? Қазақ тілін қанша сен мықты сөйлесең де спутник аспанға ұшыра алмайсың ғой. Неге сен мынаны үйретпейсің деп айтсам, маған айтады ғой, ей, сен оны химия пәніне барып айт оны дейді да. Сен естен шатасып кеттің бауырым дейді. Мына жерде біз әдебиет өтіп жатырмыз. Біз нарада жыраулардың жырын өтіп жатырмыз. Біз қазақтың тілін өтіп жатырмыз. Сен әңгімеңді анау басқа кабинетке, физикаға барып айт. Неге спутник шығармаймыз? Неге мына жақтан осынша шәкірт, 40 шәкірт оқытып, неге бір маман шығармайсың? Сен сояқ айт. Балам шатасып кеттің деп мені айтады. Оның сөзі дұрыс. Енді сен келесінде мешітке келіп физика оқытпайды айтасың да. Балам, ол ана жаққа барып айтасың оны. Оны университетке, институтқа барып айтасың. Сонда бұл айтқанда адамның өзінің жеке қарау керек, жан-жақты болу керек, кең болу керек. Бір саязнерге түсіп кетіп, исламофобиялықтан болып қалмау керек. Сол үшін бұл жердегі біздің айтып жатқан нәрсеміз, ол мешітті кінәлай бергеннен гөрі мешітке барып өзі тыңдап көрсе болады, ояқта не айтылып жатқандарын. Көзбен көріп, құлақпен естіп деген сияқты. Ол жердегі рухани тәрбиеге арналған тақырыптар. Әр саланың өзіне тән сипаты бар. Философия өзінің бағыты бар. Әдебиет өзінің бағыты бар. Тіл өзінің бағыты бар. Химия өзінің бағыты бар, өзінің тәртібі бар. Сол сияқты психология өзінің бағыты, қағидасы бар. Сол сияқты бұл жерде дін бұның өзінің қағидасы бар. Оны мешітке біз апарып, мешіттің ішінде онда неге космотрон соқпаймыз деп оны айту ол ақылға сыймайды да. Ол бөлек мүлде мысалы. Мешіттің ішінде оны неге күрес өткізбейміз? Ол дұрыс емес. Сонда мешіттің ол өзінің функциясы бар. Ол да қоғамға керек. Адам тәннен тұрды, жәннен тұрды. Ол жерде жанға керек нәрсе бар. Бұл айтқанда біз зайырлы мемлекетте өмір сүргеннен кейін қызметтегі адамдар бар, басқалары бар деген сияқты. Кәдімгі мешіттің ішіне барған кезде мен өзім білем ғой. Оның ішінде профессорлар отыр, салпаңқұлақтар отырған жоқ. Ол қателеседі. Елдің бәрі намаз оқымайтын, жаңағындай намаз оқитын деген ұғым пайда болып қалды. Енді біз олай алалауға хақымыз жоқ. Бірақтан сен намаз оқығаның үшін ғылымнан алыстап қаласың деген қате пікірден алыстауымыз керек. Ал енді намаз оқымаған кезде елдің бәрі химия саласын, биологиясын игеріп кетіп жатқан жоқ қой. Ол адамның өзінің талпысына байланысты. Сол үшін мешіттің ішіне барған кезде ол сөз артық сөз. Ертеге тыңдаған салпан құлақтар отыр деген кезде оның ар жағында соның ішінде отырған хирургқа, философқа, үлкен бір мекеменің басшысына тиіп кету мүмкін да. Ол жерге олар кәдімгідей рухани азық іздеп барған адамдар. Олар бір жағына бір адасу үшін барып отқан жоқ. Сонда қарапайым қоғамда болады, құрылысшы болады, көлік жуатын болады, аспазшы болады деген сияқты. Ол елдің бәрі Илон Маск болып кетпейді ғой. Елдің бәрі Илон Маск болып кетпейді. Бірақтан ондай бір адамдар көріп отырсақ, онда оған өз алдына демеу керек шығар. Енді жалпы айтатын жастарға мен айтатын, ол енді өзің бір шақырған екенсің, рахмет. Бұл тақырыпты талдадық қой. Мүмкін ол болашақта отқан болса, жастардың дінді ұстанғанда діннің талабы не, қалай ұстану керек, дінде былай ақтап неғымайық, діннің ішінде бір фанатизмдер бар ғой деген, мүмкін ол тақырып өзінше бөлек болатын шығар. Енді ол бұған шынайы исламмен қатысы жоқ. Жастарға айтатынымыз, ол
кәдімгі құлшылығы көп уақыт алмайды. Құлшылығын түгендеп алсын, Алланың өзі де рас, сөз де рас деп абай атамыз айтады ғой. Рас сөз еш уақытта жалған болмас деп айтып кеткендей, ол шынымен де бұл рас нәрсе. Одан кейін сенің Құдайды танығандығың дүние тіршілігінен алыстатпау керек. Дінді адам дұрыстанған кезде дүниенің тіршілігі де жеңілдей бастайды. Егер дінді ұстанған кезде дүние тіршілігі ауырлай бастаған болатын болса, онда сен дінде бір қателік бар деген сөз. Өйткені діннің мақсаты ауырлату емес. Юридуллаху бикумул юсра. Аллах сендерге жеңілдік қалайды дейді. Сол үшін жастарға айтатынымыз, дінді зерттегенде өзінің арнайы мамандарынан біліп, бір қоғамның барысын біліп, қатылыққа кетіп қалмай, егер сенің бойында бір жақсы қасиеттер болатын болса, медицинаға байланысты, сенің бойында жақсы қасиеттер болатын болса, химия, физикаға байланысты ондай бір соғандай саланы болмаса, қазіргі кезде не деп қоямыз ғой, технология. Соны білетін бір қабілеттерің болатын болса, онда оны тоқтатпай дамыта беру керек. Егер соны қайсы бір жігіт дамытқан болатын болса, кісі, онда ол да сауап алады. Намаз оқығанға сауап болған сияқты, сен дүние ілімін де таратып, онымен қоғамға пайда келтірсең, оған да сауап бар. Шариғатта айтылған. Хайруннас анфаухум линнас хадисте келеді. Адамның жақсысы өзгелерге пайда келтіргені дейді. Бүгін біз жастардың дамуы, қазақ дәстүрі, ғылым мен діннің байланысы туралы сұрақтарды қарадық. Бүгін біз көп нәрсені талқыладық. Бір нәрсе анық болды: дін ғылымға қарсы емес екен. Ғылым Құдайды жоққа шығармайды. Мәселе дінде емес болып тұр екен. Менің түсінген бойынша мәселе білімде, мәселе түсінуде, мәселе адамның жауапкершілігінде екен да. Егер біз ғылымды дамытқымыз келсе, дінді жамандаумен емес, біліммен айналысуымыз керек сияқты ұстаз. Егер біз қоғамды өзгерткіміз келсе, айқаймен емес, тәрбиемен бастау керек сияқты. Жаңағы мысалы көрермендерге айтарым, тыңдаушы ретінде сіздер өздеріңіз қорытындыларыңызды жасасаңыздар, келесі эпизодта Алла қаласа тағы да жаңа сұрақтарды қарастырамыз. Подкасттарды, мысалы осы подкастты достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, ұмытпаңыздар. Егер біздің осы өткізген подкастымызда келіспейтін жерлеріңіз болса, жазыңыздар. Маған дайректқа жазыңыздар, болмаса комментарийға жазыңыздар. Егер қарсы пікірлеріңіз болса, барлықтарын жазыңыздар. Егер ішіңізде жүрген сұрақтар болса, жасырып қалмай оны да жазыңыздар. Келесі подкастта сіз қалай ойлайсыз, көрермендердің сұрақтарын талдағанымыз дұрыс болады ма? Жақсы, енді олар енді сен бұл нені ашып жатыр екенсің, бүгін бір жастарға бір пайдам тисін деген шығарсың. Алла соның ниетіңе сауаптан жазсын. Ол сұрақтарын өзіңге мүмкін саған қойылатын шығар, сен оны қойып, алып келсең болады. Біз енді шамамыз келгенше жауап беріп тырысамыз. Енді біздің негізгі саламыз дін саласы, діннің тарихы, діннің дамуы деген сияқты. Сонымен қатар исламның соның өзінің тармақталуы, тармақтардың оның бір атаулары деген осыған қатысты тақырыптар болатын болса, қойса болады, жауап беруге тырысамыз. Ұстаз, сіздің арнайы алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге Аллах разы болсын. Бұл жерде біз біреуді жеңу емес, әйтеуір қазағымызға кішкене болсын пайдамыз тисін деген немен ашып осындай подкастты, жаңағы сұрақтарды қойып отырмыз. Менің Инстаграм парақшама тіркеліңіздер, сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, YouTube арнамада тіркеліңіздер. Пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда күрделі тақырыптар бар, соларды иншалла Құдай қаласа қарастырамыз. Сау саламатта болыңыздар.